Кайырлуу күн, құрметті магистранттар. Бүгін енді әдеттегідей біз сабағымыздың бастаймыз. Қайырлы күн, құрметті магистранттар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы стрессті басқару және студенттің эмоционалдық тұрақтылығын қолдау болып табылады. Жалпы стресс дегеніміз бұл ағзаның кез келген қиындыққа табиғи реакциясы ғой. Және де оны біз бақылаусыз қалдырып қойсақ, бізде шаршау, уайым, мотивацияның төмендеуі сияқты әсерлер болады. Және де біздің бүгінгі семинар тренингімізде осы стресспен қалай күресу керек және де эмоционалдық тұрақтылыққа қалай жетеміз деген мақсаттарды орындайтын боламыз. Жалпы қазіргі кездегі күйімізді бізде қазір осы сергіту сәтінен кейін жаңағы миға шабуыл ретінде стресс деңгейін қандай шкала бойынша бағалар едіңіз деген ментметр арқылы жауап беруге болады. Бұл жерде QR код бар. Осы жерде цифрлық ресурсты осы QR кодтың ішіне салған болатынбыз. Бұл цифрлық ресурс міне мынау. Мынаны QR-ды сканировать етіп алсаңыздар. Мынаны скан жасаған кезде сіздердің ответтеріңіз осы жерден шығатын болады. Бұл жерде стресс деңгейін қалай сезініп тұрсыз дегенде 10 мен 30 арасындағы процент, 30 бен 70, 70 бен 100 арасындағы пайыздарды белгілей аласыздар. Жалғастыра берейін бе, апай? Сканерлегендерің бар ма араларыңда, балдар? Кері байланыс беріп отырайық. Көбің енді телефонмен кіріп отырсыңдар ма деп ойлап отырмын. Апай, біз телефонмен кіріп Апай, телефонмен кіріп отырмыз. Ноутбукпен кірген бір адам болса да хотя бы. Мен сіздерге несін жіберіп қойдым? Ссылкасын. Ссылкамен де кіруге бола ма? Иә, ссылкамен де кіруге болады. Ссылкамен кіріп, хотя бір жауап болса да көргеніміз дұрыс болар еді. Қыздар кіретіндей мүмкіндіктерің болса айтып отырыңдар, мен кіріп атырмын. Жоқ, мен кіре алмай атырмын деп. Кіре алып жатсыздар ма? Загрузка болып жатыр. Біраздан кейін қайтып келейік, кіргендер болса ары қарай кете бере ғой. Одан кейін келесі бұл топқа бөлу. Негізінде біз жаңағы стрессті алғаннан кейін топқа бөлуді қазіргі барлығымызға танымал ой-жұмбақ мультфильмі головоломкамен бөлген болатын. Сол жерде адамның әртүрлі эмоциялары, адамда қандай эмоция жақсы жұмыс жасайды, сол туралы айтылған болатын. Сіздерге қазір мен осыны ашу бойынша мына жақта QR бар, бірақ мен сіздерге ссылкасын жіберіп қояйын. Бұл тоже қызықты. Біз негізі онлайнға да офлайнға да дайындалдық. Негізі бұны карточкамен таңдау болған, бірақ мына жерде жаңағы белгілеу арқылы колесолар өзінден таңдайды. Мысалы, айналдырған кезде қайсысы түседі, сізге сол топ боласыз. Мысалы, қорқыныш, ашу, мұң және де үрей. Осы 4 топқа бөлген болатынбыз. Міне, осылай шығады. Сіздерге ссылка ашылып жатыр ма? Иә, ашылды. Ашылып жатыр. Иә. Енді топқа бөлініп жатыр ма, Айжан? Сен көре аласың ба өзің? Топқа, иә. Сіздерде қандай не шығып жатыр? Қорқыныш шықты. Тревожность деген. Үрей ма? Менде тоже қорқыныш. Тревожность. Мына жақта шынымен де біз аз адам кіріп жатыр екенбіз. Негізі 30-40 адамға арнап топқа бөлуді ұйымдастырған болатынбыз. Жақсы, қазір нешеге бөлініп тұр? Қазір тек 2-ге бөлініп тұр, қорқыныш пен үрей. Жақсы, 2 топта болады.
топқа бөлініп болғаннан кейін бізде бұл топ мүшелері анықталғаннан кейін әр топ өзара келісіп бір жұмысқа дайындалады. Яғни сабақ онлайн өткен жағдайда біз цифрлық ресурс арқылы бөлеміз дегенбіз, ол жаңағыдай бөлінді. Келесі бұл студенттерге жаңа ақпаратты игеруге, стресстің себептері мен эмоционалдық реакцияларын түсінуге мүмкіндік беру, яғни өз тәжірибесі арқылы білім құрастыруға, практикалық дағдыларды меңгертуге бағыттау бойынша біз карт чек несін пайдаланған болатынбыз, әдісін. Бұл магистранттарға тақырыпқа сәйкес қазіргі эмоционалдық күйін сипаттайтын карталар беріледі, яғни әрбір топ бір картаны таңдайды, сол картада белгіленген сезімдерді сипаттап береді. Яғни бұл жерде мына жерге жазу керек болады. Бұл Ахаслайдс ресурсы, цифрлық ресурсы. Осы Ахаслайдста әрқайсысынан негізі әртүрлі карточкалар беріледі осындай. Негізі бұны тоже офлайн кезде әркім карточка таңдап, осы карточкалар бойынша айтатын. Ондайша былай жасайық, мен қазір осылай айта берейін. Бірінші суретті қорқыныш тобына, екінші суретті үрей тобына берейін. Сол туралы ақпараттар жаңағы сипаттама айтса, мына жаққа топ атаулар негіз жазылу керек болған. Тапсырма түсінікті ма? Балалар түсінбесек сұрап отырамыз. Жоқ, Мен түсінікті. сізге жаңағы ссылкасын жіберіп қойдым. Ссылка арқылы сіздер өздеріңіз жаңағы суреттерге сипаттама берсеңіздер, топ мүшелері. Бұл жерде 4 топқа арналған 4 түрлі сурет берілген болатын. Талды. Көмекшісіңізден кесілмейді. Сипаттама ауызша береді ме? Я пока ауызша бере берсін. Аха. Құрдық бар ғой бұл үйде. Сипаттамаларды бере бересіздер ма, дайынсыздар ма? Иә, дайынбыз. Жақсы, онда қай топтан бастаймыз? Үрейден бастасақ. Үрей, екінші топ, міне осы. Бұл суретте эмоция, менің ойымша, бұл өте қатты стресске берілген және қорқыныш үстіндегі студент, оқушы. Дедлайнға үлгермей, сол дедлайнға үлгермеудің себебінен стресске түсіп отыр. Осы стресстік жағдайды қандай нәрсемен шешетін едіңіз? Мен тапсырмаларды уақытымен, яғни маңыздылығымен бөліп, сол бойынша орындап бастайтын едім. Мүмкін. Жақсы. Қазір негізі барлығы студенттік кезде немесе біз осы магистратурада көбінесе жұмыспен сабақты бірге алып жүргендіктен дедлайндерге көбінесе үлгере алмай жатамыз. Негізі стресстің негізгі себебі осы болып табылады. Сол үшін біз осы суретті негіз етіп алған болатынбыз. Қорқыныш тобының жауабын тыңдай аламыз ба? Белсенді болайық, балалар. Уақыт жоқ барлығымызда да, тез етейік. Мына жердегі сипаттама, бұл жердегі адамның жұмыстан өте қатты шаршап қалуы, яғни оның жұмыс істей беруінің әсерінен, ол мысалы айналадағы қоршаған ортамен байланыссыз қалуы, және де сонымен қатар мына жерде суретте қарайтын болсақ, ноутбук бейнеленген қазіргі заманның ең үлкен бір проблемасын көрсетіп тұрған секілді, стресстің көбінесе бір проблеманың шығуының осы әсері де осы біздегі мынау әлеуметтік желі немесе осы бір технологияға қатты бір не беріп қоятындығымызда мән беріп, соның кесірінен кейде өзімізді жалғыз сезініп, шаршап, өзімізді бір сондай күйге алып келіп жатырмыз.
Жақсы, жауап қабылданды. Негізі осындай кезде ешқандай бір тығырықтан шыға алмаған кезде өздеріңіз осы стресстік жағдайдан қалай шығатын едіңіздер? Бұндай кезде мен ойымша сен бұл мысалы жұмыстан, мынау технологиялық заттардың барлығынан шығып, табиғат аясына бір жүріп серуендеп қайтудың өзі бұл өте бір сені сол бір ситуациядан шығаратын бірінші жол болып табылады. Сонымен қатар мысалы сенің жақындарыңмен байланыс, сен олармен сол ситуациядағы шеріңді тарқату арқылы менің ойымша стресстік ситуациядан шығуға болатын секілді. Ең бірінші сол жақындармен байланыс әрқашанда. Сонымен қатар табиғатта серуендеп, көбінесе уақытты сол бір энергияны алатын жеріңе жұмсау. Жақсы, керемет. Келесі, Қарақат. Келесі кезеңіміз ол emotional thermometer деп аталады. Жалпы Answer Garden платформасы арқылы қазір сіздерге ссылка немесе мына QR-мен кірсеңіздер болады. Осы жерде стресс дегенге ең бірінші ойларыңызға қандай сөз келеді, соны жазып кетсеңіздер. Жалпы көпшіліктің сөзімен стресс деген сөзге жалпылай бір сипаттамаға келсек осы арқылы. Әркім жеке жауап беру керек па? Бұл жерде жеке жауаптар шыға ма? Иә, жеке шықса мына жаққа общий бәрінікі келеді да, жалпы кімдікі көбірек болады, қай сөз көбірек жазылады, соныкі үлкенірек болып көрініп тұрады. Сілтеме салдыңдар ма? Енді телефонмен кіріп отқаннан кейін олар Иә. QR-мен кіре алмайды. Салып қойдым. Кірдік па, балалар? Кері байланыс беріп отырайық, белсенді түрде. Иә, мен кірдім, жаздым. Мияқтан шықпай жатыр ғой. Обновить етіп отырыңдар, қыздар. Қиындық, уайым. Мен де кіріп жазып қойдым. Напряжение. Бірінші напряжение жазылыпты, иә? Мен жауап бердім, бірақ ойланып тұр. Думаю, мен жауабым барды. Негізі бұл мысалы сіздер қандай сөз жазсаңыздар, осы жерде бір сөздің синонимі болатын болса, сол сөз үлкейе береді. Мысалы мына жерде қиындық, уайым, қорқыныш деген бізге көбінесе уайым мен қиындық осы стресстің негізгі бір қалай айтса болады, негізгі бір термині болып табылғандықтан сол нәрсе үлкейе береді. Сол үшін осы негізі осы ресурс сол нәрсеге айналған. Жаңа напряжение, қиындық, уайым деп жазылған, солар міне үлкейіп жатыр. Міне қорқыныш, адреналин, қобалжу, шаршау дегендер шықты, бірақ бізде уже қиындық үлкейе бастады. Осылай негізі мына жерде біз 40 адамға дайындағанбыз, 40 адам дайындап барлығын еткеннен кейін общий бір бұлт шығады. Ол бұлттан барлығының стрессті не ұстап тұрады? Мысалы, барлығымызда бір қиындық болуы мүмкін, немесе бір жұмыста бір қорқыныш болып қалады, сол нәрселердің барлығы осы бұлттан шығатын болатын. Осындай. Біздің келесі цифрлық ресурс осы болған. Келесі, Қарақат. Келесі кезеңіміз топтық жұмыс, бұл да стресс жағдайларын талдау, сценарий солвер деп аталады. Біз негізі 4 топқа дайындағанбыз, қазір 2 топ. Біз жасанды интеллектпен видеолар ұйымдастырдық, неше түрлі стресстік жағдаяттар. Сол видеоларды көріп, жалпы қандай эмоция мына жақта бейнеленіп тұр, қандай проблема бейнеленіп тұр, және оның шешу жолдары қандай, оның алдын алу жолдары қалай, соған байланысты талдасақ. Мен 4 видеоны да жіберіп қояйын. Апай да танысып отырса. Жақсы. Біз өзіміз жасаған болатынбыз, жасанды интеллектпен 4 видеоны. Видеолардың өзінде ма? Иә, видеолардың өзіміз жасап. Біреуін қарап шығайық онда? Иә, өзім каналыма салып қойған болатынмын. Мынау біріншісі бұл
қателесуден қорқу, болашаққа алаңдау. Дауыс естіліп тұр ма? Жоқ, звук жоқ. Негізі апай мен жұмыста отырған едім, бізде жұмыста цифровизация бүткіл звуктарды өшіріп тастайды да, сол үшін көрінбей жатыр менің компьютерімнен дауысы. Негізі WhatsApp-қа салып қойдым. Жақсы. Бірінші видеома қосып көріп отырайық онда. Мынау бірінші видеомыз. Мен қателессем не болады, болашақта кім болам, болашақта қандай жетістікке жете алам, осылай қорқа беретін болсам деген сияқты бірінші видео болған болатын. Екінші видеода жауапкершіліктен қашу туралы. Егер қателессем ше, не істеймін өмірімде? Болашақта мені Мынау екінші видео. мен кім болып кетемін? Онда жаңағындай апай екі топ бөлінді ғой, қорқыныш пен үрей. Сол екі топ осы стресстік жағдайлар бойынша өздерінің эмоциясын айта кетсін. Қалай шешетін еді осы стресстік жағдайды, шешім жолдарын айта кетсе. Дайынсыздар ма? Видеоны қарап алсаңыздар болады. Дайынмын деген балалар сөйлей берейік, ойларыңызды ортаға салып. Қай видео болса да. Проблеманы шешу жолын көрсету керек па? Аяжан, сендерге сұрақ қойып жатыр ғой. Ау? Сұрақ қойып жатыр ғой. Тапсырма қандай? Естімеді. Тапсырма осы видеоны қарап, сол видеоға әр топ шешім жолдарын айту керек, яғни талдау жұмыстары топпен жүргізеді бұл жерде. Әрбір видеоны қарап, өздеріңіздің ойларыңызды айтып, қандай шешім шығаратын едіңіздер, соны айтып кетсеңіздер болады. Жай ғана шешім жолдары ғана емес, осы жағдаятта, осы кейіпкерлердің дәл осы уақытта қандай эмоцияны сезініп тұрғандары жайлы талдап та көрсетсек, сол арқылы жалпы негізі стрессті толығымен түсінеміз деген үміттемін, және де сол арқылы біз шешім қабылдай аламыз. Ең бірінші бізге түсінік керек қой, ең бірінші бәрібір. Бұл жерде біріншіден мен ойлаймын, ситуацияны қарайтын болсақ, мен соңғы былай Анара, түсінгенім бар. жаңа мен өтініш деп жазып едім. Мүмкін болса видеоңды қосып сөйлейсің бе? Бізде запись болып жатыр еді. Мүмкін ба? Қазір 1 минут. Дайынсыздар ма? Жақсы. Енді мынандай нәрсе келу керек. Қателесуден қорқу, мен жалпы ситуацияға мән беретін болсақ, бұл жердегі бірінші, соңғы мен толыққанды бұл видеоны көріп үлгерген жоқпыз, бірақ түсінуіміз бойынша бұл жердегі бағанағы студентті немесе белгілі бір оқушының бір тестке дайындалып жатқан кезде өте аз мөлшердегі результаттарды көрсетіп жатуы, және де соның әсерінен мысалы өзіне деген сенімсіздіктің пайда болуы, оған қоршаған ортадан келіп жатқан бірнеше қысымдар бар, бағанағы сенен көбірек біреу алып жатыр, немесе сені біреумен салыстырмалы түрде жасауы мүмкін, сен өзіңді біреумен салыстыруы мүмкін деген секілді бірнеше факторларды көруге болады. Және де бұл жердегі ең шешуші нәрсенің бірі десек, ол біздегі бағанағы сен қандай болсаң да, сен өте ерекше екендігін түсіндіру керек секілді. Сен 59% жинасаң да, оның өзі де бір үлкен күш екендігі, және де сен әлі де дайындалсаң, бұдан да үлкен жетістікке жетуге болатындығын, яғни бір құлаудан бір рет құлағанның өзінде екінші сен көтеріліп тағы да бір шаг жасай алуыңа мүмкіншілігің бар екендігін көруге болады. Сондықтан сонымен қатар болашаққа алаңдау деген секілді проблемалар ол барлық жасөспірімдерде немесе студенттерде болатын проблеманың бірі. Енді ол проблеманы шешу үшін әрқашан менің ойымша студенттер мен оқушыларға белгілі бір дағдыны қалыптастыру керек. Яғни бұған дейін сенің жақсы жаққа бағыт алған, мысалы
қабілеттерің болуы мүмкін, сол нәрсені шыңдау керек, және де дисциплина деген зат бар. Сол дисциплина деген затты ұстанатын болсаң, өзіңнің армандарыңды, өзіңнің мақсаттарыңды жазсаң, сенің болашаққа деген бір қадамың нық болатын секілді. Себебі сенде какой-то четкий план болады, сен какой-то бір мақсатты тұтасың, және де сол мақсатқа қарай бір жол жасайсың. Ол құлауың да мүмкін, но мен ойымша қазіргі таңда мектепте, университетте өте көптеген тренингтер бар. Сондықтан да осы проблемаларды шешуге өте көп атсалысып жатыр деп ойлаймын. Жақсы, күшті. Жауап ұнады маған. Негізі бұл стресстен негізі құтылу да, стресске кіру де белгілі бір нәрседен басталады ғой. Стресске кіру немесе одан стресстен шығу да бір кәдімгідей адамға елең ете қалатындай бір моменттер болатын сияқты. Келесі видео туралы айтатындар бар ма? Жауапкершіліктен қашу. Қыздар, Ойланып жатса, ары қарай кете беріңдер. Аяжан. қарбаласып, қарбалас пен уақыт тапшылығы. Жақсы. Келесі бізде арт-терапия. Бұл қысқа релаксациялық арт-терапия жасаймыз, яғни бұл жерде біз Silk Interactive Generation Art сайтында әр қатысушы өзінің қысқаша абстракты сурет салып шығады. Бұл негізі эмоцияны сыртқа шығарып, сананы жеңілдететін әдіс болып табылады. Негізі осы жердегі бір былайша айтқанда жақсы бір не деп ойлаймын, стрессті шешу жолы деп ойлаймын. Біз көбінесе жаңағындай сурет бояу арқылы шығарамыз ғой. Мына жерде Silk Generation арқылы сурет салсаңыздар болады осылай. Мен сіздерге несін жіберіп қойдым. Ссылкасын жіберіп қойдым. Осы жерден кіріп көрсеңіздер болады. Қандай сурет шыққанын жібере аласыздар. Негізі бұл қызық бір сурет салатын арт-терапия деп ойлаймын. Но қазір өздерің салып отырсыңдар ма енді осыны? Иә, мынаны қазір мен өзім салдым. В реальном режиме? Иә, міне қазір. Тура қазір өзім салып жатырмын. Ол жерде сурет өзгертуге болады, цвет өзгертуге болады. Міне қазір өзім салып жатырмын. Жақсы, ары қарай Аяжан. Келесі. Бұл рефлексия және бекіту кезеңі. Бұл кезеңде позитив дроп әдісін қолданған болатынбыз, яғни магистранттар бір-біріне жылы сөз айтып сабақты қорытындылайды. Жалпы бұл сабақты қорытындыламас бұрын осы тақырыпты алған себебім, қазіргі кезде магистранттар сабақ пен оқуды бірге алып жүргендер, не болмаса магистратураға шынымен дайындалып түскендер, жаңағындай барлық күшін салып, біраз уақыттан бері түскендер, отбасын құрған жандар, бұлардың барлығында негізі стресстік жағдай жүреді. Қазіргі айтсын айтпасын, бірақ қазіргі қоғамда стресс өте белең алып жатқан проблема болғандықтан, осы проблеманы жаңағы алдын алу мақсатында, бірден осы сабақпен жойып тастадық деп айта алмаймын, бірақ алдын алу мақсатында не болмаса психологияға бір жақсы бір пайдамызды тигізейік деген мақсатта алған болатынбыз. Жалпы біз бұл сабаққа онлайн түрде емес, офлайн түрге жақсылап дайындалған болатынбыз, бірақ уақыт осылай болып қалды, офлайнға келген болатынбыз. Сол үшін қазір барлығымыз осы онлайнда отырып, аудиоларымызды қосып, бір-бірімізге жақсы жылы сөздер айтайық. Иә, мына жерде рефлексия сондай болып тұр ғой, иә? Иә, осындай рефлексия беру бойынша. Жылы сөз айту деген. Ол белгілі бір адамға бағытталу керек па? Әлде бағыттамай айтсаңыздар болады. Иә, общем айта берсеңіздер болады. Негізі сабақ кезінде жанындағы адамға айтқан қысқарақ болатын. Әрқашан армандарыңыз орындала берсін. Рахмет. Үнемі бақытты болыңыздар. Күндеріңіз қуанышты болсын. Закира.
Магистранттар осындай креативті ойларыңыз таусылмасын. Рахмет. Рахмет. Бәріңізге удачи. Бақыт тілеймін. Рахмет. Өз еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Жақсы. Арман Жақсы. мақсаттарыңыз орындалсын. Апай, сізден де бір тілек болсын Иә, магистранттарға. жаңа Закира өте жақсы айтып жатыр, адамды шабыттандыратын, мотивация беретін жақсы идеяларың өте көп болсын, шығармашыл әлеуеттеріңіз ашылатындай, және бір-біріңе жылулықтарың, мейірімділіктерің үлкен жүрекпенен әрдайым ашық болсын. Мейірімділік төгіліп тұрсын. Рахмет. Рахмет үлкен апай. Болды ма, Аяжан? Иә, бұл сабақта негізі осындай стресс кезінде демалу тапсырмасы 4-7-8 демалуға тізім күнделікті әдетке айналдыру, яғни таңертең тұрғанда кішкене мотивациямен ойланып, таңымыз қайырлы атсын және де кешіміз бақытты болып батсын. Рахмет. Сабақ осымен бітті. Жақсы. Енді қазір мен сәл қорытынды айтайын, сосын Закира сөз кезегін саған да беремін, сәл или өзіңнің ойыңды айтам десең, қазір қосылсаң болады. Қосыласың ба? Закира, айтатын бір-екі ойың бар ма сабақ туралы? Айта бер. Жақсы. Енді жалпы Аяжан менен жаңа Қарақаттың мынау бүгінгі таңдап алған тақырыбы қазіргі таңда шынымен де өте жаңа кең таралған. Қазіргі кез келген білім беру мекемесі болсын, жалпы кәсіби іс-әрекет болсын, жалпы өзекті тақырыптардың бірі, және таңдап алған әдістерінің, тәсілдерінің барлығы ресурстарының өзінің толыққанды жасанды интеллект арқылы видеоларды жасағанның өзі магистранттардың, қыздардың толыққанды терең мазмұнды дайындалған деңгейін көрсетіп отыр. Сол себепті қойылған мақсатқа қыздар жетті деп ойлаймын. Белсенді инновациялық әдістердің, жаңа цифрлық ресурстардың, осыған дейінгі қайталанбайтын ресурстар болу керек деген тапсырма талап болып жатыр. Неке соның барлығын толыққанды талапқа сай болды деп ойлаймын. Жалпы ең бұл жерде бағаланатын дүние мына аудиторияменен. Әрине қыздар бұл тақырыпта офлайн форматта өтеміз деп жалпы ниеттелді, бірақ дегенменен форматымыз онлайн болса да қыздардың сол икемделіп тез арада бейімделуінің өзі де осы онлайн форматқа, тақырыптарының өзі күрделі бұл онлайн форматқа. Соның өзінде де осы шағын аудиторияда алып шыққанның өзі қыздардың жалпы дайындық деңгейінің жоғары екенін көрсетеді. Сол себепті жалпы өте жоғары балды, білесіздер ме қандай жоғары бал қоятынымды, сол жоғары балды мен қойып отырмын. Рахмет қыздар, көп-көп. Рахмет апай, сізге де. Рахмет үлкен апай. Бір-екі ауыз сөзіңді қоса ғой, Закира, 3 минут уақытымыз қалды. Магистранттар дәл қазір мына күнде кез келген екінің бірінде кездеседі стресс деген. Әдемі тақырып алғансыздар, және апай айтқандай алға қойған мақсаттарыңызға жеттіңіздер, және әдемі цифрлық ресурстарды көрсеттіңіздер. Сосын офлайн форматқа да екеуіне де дайын екендіктеріңізді көрсеттіңіздер. Сабақ маған ұнады, жоғары дәрежеде өтті. Жақсы. Көп рахмет қыздар. Осыменен онда біз сендермен кездесуімізді аяқтаймыз. Қазір келесі сабақ өтетіндерге мен сілтемені басқаша беремін. Жақсы? Рахмет қыздар. Жақсы. Сізге де көп рахмет апай. Жақсы. Сау болыңыз.